Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді қарастырғанбыз. Бүгін сол тақырыпқа есеп шығарайық. Бізде берілген есептің бірінші шарты x тең 0,5 болғанда y-тің мәні 3-ке тең, немесе x-тің мәні -3 болғанда y-тің мәні 2-ке тең болатын мәндерінің жұбы осылардың қайсысы 2x қосылған y -4 тең 0 теңдеуінің шешімі болып табылатынын анықтауымыз қажет. Олай болса, бірінші x-тің мәні 0,5, y-тің мәні 3 болатындай, берілген x-тің және y-тің теңдеудегі айнымалылардың мәнін қойып, мәні 0-ге тең болатын болса, онда берілген жұп теңдеудің шешімі болып табылады. Олай болса, шешімін анықтайық. X-тің орнына 0,5-ті қоямыз. 2-ні көбейтеміз 0,5-ке, ал y-тің орнына қоямыз 3-ті, азайтамыз 4-ті, есептейміз. 2-ні 0,5-ке көбейтсек 1, 1-ді 3-ке қосатын болсақ 4, 4-тен 4 азайтсақ 0-ге тең. Олай болса, x-тің мәні 0,5, y-тің мәні 3 болған кезде осы жұп берілген теңдеудің шешімі болып табылады. Енді екінші теңдеуді қойып есептейік. X-тің орнына -3-ті қоямыз, яғни 2-ні көбейтеміз -3-ке, қосамыз 2-ні, азайтамыз 4-ті. Есептесек, 2-ні -3-ке көбейтсек -6, -6-ға 2-ні қоссақ -4, -4-тен азайтсақ 4-ті -8-ге тең. Ол бізде 0-ге тең болмағандықтан, берілген x-тің мәні -3-ке, y-тің мәні 2-ге тең жұп берілген теңдеудің шешімі бола алмайды. Келесі енді екінші тапсырманы қарастырайық. Екінші тапсырмада шешімдері берілсін 3-те 0, яғни x 3-ке, y 0-ге, және x 4, y -2-ге, және үшінші шешім x 5, y -2-ге тең. Осы жұптардың теңдеудің шешімі 2x қосылған y -6 тең 0 теңдеуінің шешімі болып табылатынын анықтауымыз қажет. Яғни бұл жерде шешім бізде нүкте түрінде берілген. Яғни бұл жерде x, яғни абсцисасы 3, координатасы 0. Яғни x-іміз 3-ке тең, y-іміз 0-ге тең болатындай, теңдеудегі x пен y-тің орнына мәндерін қойып есептейміз деген сөз. Сонда 2-ні көбейтеміз 3-ке, қосамыз 0-ді, азайтамыз 6-ны. Екі жердегі үшім 6, 6-тан 6-ны азайтсақ 0. Яғни берілген 3 пен 0 берілген теңдеудің түбірі болып табылады. Енді 4 пен -2-ні салыстырайық. Яғни бұл жерде x-тің мәні 4-ке тең, ал y-тің мәні -2-ге тең. Олай болса, x-тің орнына 4-ті қоямыз. Яғни 2-ні көбейтеміз 4-ке, y-тің орнына -2-ні қоямыз. Алдындағы плюс пен минусқа ауысады. -2 және -6 бар. Екі жердегі 4-ім 8, 8-ден 2-ні азайтсақ 6, 6-тан 6-ны азайтсақ 0. Яғни берілген екінші сандар жұбы да берілген теңдеудің шешімі болып табылады. Енді соңғы мәнді қарастырайық. X-тің мәні 5 болғанда, y-тің мәні -2-ге тең. Яғни 2-ні көбейтеміз 5-ке, y-тің орнына -2-ні қойсақ алынған 2, алу 6 бар. Бұл жерде 2 5-ім 10, 10-нан 2-ні азайтсақ 8, 8-ден 6-ны азайтсақ 2. Бұл бізде 0-ге тең емес. Сондықтан соңғы шешім берілген теңдеудің шешімі бола алмайды. Келесі енді үшінші тапсырманы қарастырайық. Үшінші тапсырмада бізде теңдеу берілсін 4x -y -3 тең 0. Осы теңдеуді y-ті x арқылы өрнектеп берілген теңдеуге мәндес теңдеу алып, осы теңдеудің кем дегенде кез келген екі шешімін жазуымыз қажет. Олай болса, y-ті x арқылы өрнектейік. Олай болса, теңдіктің сол жақ бөлігіне -y-ті қалдырып, қалған 4x пен -3-ті теңдіктің екінші жақ бөлігіне қарама-қарсы таңбамен шығарамыз. Теңестіреміз. 4x-іміз теңдікке дейін плюс болған, яғни теңдіктің екінші жағына -4x пен шығарамыз деген сөз. Ал бос мүше -3-імізді қарама-қарсы таңба +3 пен алмастырамыз.
және бұл жерде y-тің алдындағы коэффициенті -1-ге тең болғандықтан теңдіктің екі жақ бөлігін де -1-ге көбейтеміз. Сонда -1-ді -y-ге көбейтсек y тең -4x-ті -1-ге көбейтсек 4x плюс 3-ті -1-ге көбейтсек -3-ге тең. Яғни біз берілген теңдеуге мәндес теңдеу алдық және y-ті x арқылы өрнектедік. Енді осы теңдеудің кез келген екі шешімін жазуымыз қажет. Ол үшін x тәуелсіз айнымалы болғандықтан x-тің мәні 0-ге тең болса, y-тің мәні -3-ге тең. x тең 1 болса, онда y-тің мәні де 1-ге тең. Олай болса, берілген теңдеудің шешімін жақша түрінде жазсақ, x 0 болғанда y -3, ал x 1-ге тең болғанда y 1-ге тең. Келесі төртінші есепті қарастырайық. Төртінші есептің шартында x алынған 5y -3 тең 0 теңдеуі. Бұл теңдеуде енді x айнымалысын y айнымалы арқылы өрнектейік және осы теңдеудің кез келген екі шешімін жазайық. Яғни енді x-ті тәуелді айнымалы қылдырып, y-ті тәуелсіз айнымалы ретінде шығаратын болсақ, онда x-ті қалдырамыз тең -5y теңдіктің екінші жақ бөлігіне плюс 5y, -3-іміз плюс 3-пен қарама-қарсы таңбамен екінші жағына шығарамыз. Енді бұл жерде y-іміз тұрақты шама деп, y-тің мәніне 0-ге теңестірсек, x-тің мәні 3-ге тең. y-тің мәні 1-ге тең болғанда, x-тің мәні 8-ге тең. Енді бұл теңдеудің де шешімін жазған кезде x-іміз бізде тәуелсіз айнымалы, y-іміз тәуелді айнымалы. Сондықтан шешімді алдымен x-ті жазып, кейін y-ті жазамыз. Олай болса, 3-те x3 болғанда y 0, x 8 болғанда y 1-ге тең. Енді келесі бір мәтін есепті қарастырайық. 5-ші есебіміз. Сәкеннің 50 теңгелік және 100 теңгелік монетасы бар. Монеталардың қосындысы 400-ге тең. Сонда Сәкенде қанша 50 теңгелік, қанша 100 теңгелік монета болуы мүмкін. Және бұл есептің барлық шешімін жазыңыз. Олай болса, бізде монеталар саны белгісіз, яғни 50 теңгелік қанша монета бары белгісіз. Яғни 50 теңгелік монеталар санын белгісі болғандықтан оны x деп белгілейміз. Ал 100 монеталар бізде белгісіз, яғни 100 монеталар да бар, бірақ оны саны белгісіз, яғни y. Осы монеталардың барлығын қосындысы 400-ге тең. Яғни біз берілген есептің шартына теңдеуін құрып алдық. Енді осы теңдеуде барлық коэффициенті, x-тің коэффициенті 50-ге, y-тің коэффициенті 100-ге, ал бос мүшесі 400-ге тең болғандықтан барлық коэффициенті 50-ге бөлсем болады. 50-ге бөлетін болсақ, 50x-ті 50-ге бөлсек x қалады. Қосылған 100y-ті 50-ге бөлсек 2y тең 400-ді 50-ге бөлетін болсақ 8 қалады. Енді осы жерде y айнымалысын x арқылы өрнектеп жазсақ, 2y тең минус x қосылған 8-ге тең. Енді y-тің алдындағы екі коэффициенті құтылу үшін оны 2-ге бөлеміз деген сөз. Теңдіктің екі жақ бөлігінде 2-ге бөлсек, 2y-ті 2-ге бөлсек y қалады тең, минус x-ті 2-ге бөлсек минус 2-ден 1 x, ал 8-ді 2-ге бөлсек 4-ге тең. Яғни берілген теңдеуге мәндес теңдеуімізді алдық. Енді бұл жердегі x-іміз бізде тәуелсіз айнымалы болғандықтан кез келген мәнді қоямыз. x-іміз 0 тең 0 болсын, яғни 50 теңгелік монета болмаса, онда 100 теңгелік монета x-тің орнына 0 қойсақ 4-ге тең. Яғни y-ті 100-ді 4-ге көбейтсек 400-ге тең болады. Яғни бұл бір шешімі. 50 теңгелік монета жоқ болғанда, ал 100 теңгелік монета 4-те болса, Сәкеннің қолындағы монета 400-ге тең деген сөз. Енді x-тің мәні 2-ге тең болған кезде, y-тің мәнін табатын болсақ, 2 мен 2 қысқарып минус 1 қалады, минус 1-ге 4-ті қоссақ 3. Сонда
Сәкеннің қолындағы 50 теңгелік монетадан 2 болса, 100 теңгелік монетадан 3 болады деген сөз. Осы монеталардың қосындысы 400-ге тең. Келесі, x-тің мәні тең болсын 4-ге. Онда y-тің мәні табатын болсақ, -2-ден 1-ді 4-ге көбейтсек, -2 қалады, -2-ге 4-ті қоссақ, 2 қалады. Яғни 50 теңгелік монета 4-ге болғанда, 100 теңгелік монета 2 болады. Сонда олардың қосындысы 400-ге тең. Енді x тең 6-ға тең болсын. 6-ға тең болған кезде y-тің мәнін есептесек, -2-ден 1-ді 6-ға көбейтсек, -3 қалады, -3-ге 4-ті қоссақ, 1 қалады. Яғни 50 теңгелік монета 6 болған кезде 100 теңгелік монета 1 ғана деген сөз. Келесі, x-тің орнына 8-ді қойсақ, онда y тең -2-ден 1 8-ге көбейтсек, -4, -4-ге 4-ті қоссақ, 0 болады. Бұл дегеніміз 50 теңгелік монета 8, ал 100 теңгелік монета Сәкенде болмаса да, оның қолындағы монеталар саны қосындысы 400-ге тең деген сөз. Сонда берілген есепте барлығы 5 шешім бар екен. Біз сіздермен қарастырдық, 2 айнымалысы бар сызықтық теңдерді шешуді. Келесі кездескенше сау болыңдар.